маған бір көмек керек па дегендей. Жоқ, мен, наверное, жол көмек. шетінде қазір міне мына жерде ешқандай населенный пункт емес та. Осында далада сіз жолдың шетінде өзіңіз жалғыз тұрғаннан кейін, может сіз бірдеңе біреу жолаушысы түсіп кетті ма? Сондай жағдай ма деп көрсем бола ма? Не үшін? Сіз біздің өзіміздің оркерші у нас, подождите, у нас этот паспортный режим. Жоқ, причем біз паспортный. Сізге былай түсіндірейін. Қараңыз, мына жерде ремонт дороги, мысалы үшін жүріп жатқан жер, мысалы үшін. Послушайте меня, два уважаемых инспектора Карагандинской области. Сіз түсінбей тұрып, қараңызшы, машина жоқ жолында. Қараңғыда степте өзіңіз жалғыз не мақсатпен жүрсіз? Біз Подождите, я вам, вы только что сказали же. Может, біз туалетке шыққан уақытта сөндіріп тастаймыз мысалға. Туалетке барамыз өзіміз. Не үшін? Туалетке барамыз. И что? Сөндіріп тастаймыз туалетке барамыз. О, қай заңда жазылған? Жоқ, ешқай заң. Өзіміз одан кейін қостық. Жоқ, не себептен қосуымыз керекпіз біз? А, сіз білмейсіз? Жолаушыларға, жоқ, мен сізге айтып жатырмын, жолаушыларға профилактика ретінде мысалы для обозначения себя. А бірақ енді қай заңда жазылған 1 минут хотя бы сөндіруге болмайды деген. В смысле? А қай заңда жазылған, что он вообще? Сіз заң туралы айтыңызшы. Қараңызшы, сіз Вы любите, да, спорить? Давайте на дорогу выйдем. На дорогу выйдем. Жолдың бойында өзіңіз жалғыз жүресіз. Сізге мүмкін көмек керек, мүмкін сіз ұрлық жасап жүрсіз. Мен неге төбемді сөндірмей? Мына жерде қай жерде не ұрлауға болады көрсетіңізші? Қай жерде не ұрлауға болады көрсетіңізші маған? Тас ұрлауға болады ма? Ремонт дорога ведется, мына жерде бәленбай. Қайсы? Не бар мына жерде? Не бар? Көрсетіңізші? Жоқ, ұрлайтын не бар? Көрсетіңізші, жігіттер. Мысалы үшін, степте машина бір машина келді. 819. Степте бір өзіңіз жалғыз жүрсіз. Біз мысалы үшін сізге либо көмек керек, либо сіз бір мүмкін ұрлық жасап жүрсіз бе, бірдеңе істеп жүрсіз бе. Сол себеппен мен. В общем, сендер әбден үйреніп қалғансыздар ғой, елдің халықтың бәрінен күмәнданып, ұрлық жасайды. Халықтың бәрі ұрлық жасайды деп ойлайсыздар ма не? Мүмкін сізге көмек керек деп тұр. Сіз неге бізге мынандай бір ренішіңіз бар ма? Мен сізге жаңа тоқтаған кезде мен сізге айттым. А вы можете снимать, да? Вот, например, гражданин айтты, түсіріңіз деді. Жоқ, а сіздің мына регистраторыңыз істей ма? Видеорегистратор екеумізде де бар. Это для себя. Сіз өзіңіз үшін түсіріп тұрсыз ғой, дұрыс па? Вы же на службе находитесь, да? В данный момент. Сертификат имеется на этот телефон у вас? Сіз өзіңіз түсіріңіздеріңіз ғой. Мен сізге айттым ба? Өзім үшін, өзімнің, мысалы үшін сізде неге сіз, жоқ, сіз неге ашулысыз? Подождите, у вас это 971, для чего вообще? Вы объясните? Жоқ, қосылып тұр ғой ол. Қосылып тұр, или сіз маған сенбейсіз ба? Неге сенеміз? Болды онда. Для чего тогда вы снимаете? А неге вообще ескертпейсіздер? Жоқ, бұл жігіт фонаригін жақты негізі. Жоқ, бағана айтты ғой, видеозапись еді ғой, бағана айтты ғой өзі. Жоқ, фонарик жақты. Сендер. Вот қараңыз енді. Жоқ, сіз түсіріп тұрсыз фонарик жақты. Сіз де түсіріп тұрсыз ғой, сіз бірақ ескертпей түсіріп тұрсыз ғой. А зачем мен қай жерде жазып тұр ғой ескерту керек екенмін? Ескертуіміз керек. Неге? Қай заңда жазылған? Қандай себеппен түсіріп тұрсыз бізді? Потому что мен деген, может туалетке барайын деген шығарып, сендер аяқ астынан шығып келдіңдер де ұрлық жасап жатсың ба, анан жасап. Не ұрлауға болады мына жерде? Көрсетіңіздерші. Қарасаңызшы, не ұрлауға болады? Қандай цель болады? Қандай цель болады адамда? Айтыңызшы. Қандай цель? Тұра тұрыңыз, подождите, пусть договоритесь. Қандай цель болады? Адамдарда әртүрлі цель мақсат болады. Қандай? Либо сізге менен көмек керек болуы мүмкін. Мен 102-ге звондаймын, тағы бір айтамын. Әртүрлі ситуация. Жарай ма? Телефон болмайды. Мен 102-ге звондаймын, неге болмайды? Қараңызшы, мен түнгі уақытта степте адам жүрші, жалғыз өзі қараңғыда машина жоқ ешқандай жерде. Неге жоқ? Жүріп жатыр ғой, қаншама машина жүріп жатыр. Енді мен либо көмек керек пе екенін келіп білем, либо ол адам ұрлық жасап жүрген жоқ па екен, мен өзіме толық. Ну, в общем, сендер әбден үйреніп қалғансыңдар, халықтың бәрі ұрлық жасайды деп, Неге? Мен айтып, бағанадан бері айтып тұрсың, ұрлық жайлы. Вы уайымдамаңыздар, это все видео вы увидите, қанша рет айтқаныңызды. Я специально это буду выкладывать столько, что вы поняли, қанша рет айтқаныңыз жарай ма? Біз айттым бірінші, бізге сізге тоқтарға себебіміз, сіз мына далада жалғыз өзіңіз жолдың шетінде біздің жарығымызға түсіп қалғаннан кейін біз сізге келіп тұр қызмет ретінде. Сізде бәрі дұрыс па? Қандай көмек керек? Мен айттым ғой, қандай көмек керек? 102-ге звондаймын дедім, надо будет. Сіз айттыңыз, жоқ, қазір жаңа айтып тұрсыз сол әңгіме. Мен ол кезде де айттым. А что не? Тұруға маған болмай ма деп тұрсыз ше?
Сіздер шешсін біздің жұмысымызға кедергі кетіп жатсыз. Қандай кедергі сенің жұмысыңа келіп отыр? Қандай жұмысы? Кедергі кетіп жатыр. Я вообще стоял. Ты законы знаешь чуть-чуть? Ты себя не позорь, ладно? Ты на весь народ не позорь себя. Где ты? Ты знаешь, что такое издевательство? Мен сізге келіп тұрмын, тағы айтамын сізге. Біз Да, я тебя көмек звал. керек па деп Я сұрап тебя тұрмыз. звал. Біз сізге көмек Я керек тебя па деп звал, сұрап говорю. тұрмыз. Көмек керек па? Я тебе изначально сказал, что не надо. Сізге көмек керек па? Я тебе изначально сказал, что не надо. Айтқан жоқсыз, бізге маған айтты. А чё не тұруға болмай ма маған деді. Я тұруға болмай ма не? Сізге айттым, жоға ол неге қай заңда жазылып тұр, тұруға болмайды деген. Жоқ, мен ондай ештеңе деп тұрған жоқпын, ешқай жерде жазылмаған. Сіз неге бізге бір ренішіңіз бар ма, неге бізге өкпелеп тұрсыз дедім. Сіз содан бастап кеттіңіз. Мына серіктеріңізді шақырып алдыңыз уже. Неге сөйтіп айтасыз? А неге сен сөйтіп ойлайсың? Неге сен жақсы жағынан ойламайсың? Неге сіз сөйтіп Сен неге жақсы жағынан ойламайсың? Анаған айтып жатырсыз, неге солай халық. Анаған ол кім анау деген? Жоқ, анау деген кім? Анаған деп жатсың. Негім. Юриста, Түсін ғой. Бұл кісілерге көмек керек па? Не көмек керек? Джо, подожди. Жоқ, көмек Вы бірден керек па изучали сіздерге? юриста? А? Вы Қазір, в диалог данный можете момент. вести? Или вы вообще... Жоқ, сала. Теперь стоп, Сала. подождите, я с вами Сала не деймін. разговариваю. Тыңдасашы. Подожди. Бұл жерде біз отвлекаемся чем-то, возможно. Жүр, маршрутты обследование жасау керек. Обязательно, что-то ұнап тұрған жоқ маған іс-әрекеттер. Конечно, он